күнгі біз әдебиет кітабын оқимыз, жыл 12 айды білесің ғой? Тышқан қалай жыл басы болғанын соны бүгінгі кітабымызда оқимыз, басынан бастап оқы, кәне. Қазақтың есептерінде жылдан үлкен мүшелдер дегендер бар. Мүшел 12 жылдан болады. Сол жылдардың аттары әр хайуанның аттары ұқсайды. Мысалы, әуелі жыл мүшелде тышқан ең бірінші жыл басы. Одан кейін екінші сиыр жылы. Одан соң барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит және доңыз. Бізде енді қай жыл шықты? Бізден осы бітетін жыл қай жыл? Бізде тышқан жылы. Тышқан жылы кетеді да бізге қай жыл келеді? Доңыз. Сол жылдарды білетін қазақтарға кісінің қай жылда туылғанын айтса, адамның жасын тауып береді. Адам қай жылы туылғанын айтса, соның адамның жасын біліп береді. Мына жерде жыл бастары жазылған, жыл бастарымен жасап қойыпты. Мына жерде енді бізде келетін қай жыл? Доңыз жылы, доңыз жылы келеді бізге. Бірінші тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой,